Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай өте дәмді және де өте әдемі жұп-жұмсақ алма және де мейіз қосылған ерекше тәтті тоқаштардың ең оңай жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдырып, және де арнама жазылып алуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге керегі ұн, қайнаған ыстық су, сүт, сары май, және де қант, сұйық май, және де ашытқы, және де шым-шым тұз керек болады. Ең бірінші сары майымызды ыдысымызға саламыз, және де үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды, яғни 200 мл суымызды құйып, сары майымызды толықтай ерітіп аламыз. Суымыз қатты ыстық болғандықтан, сәл араластырсаңыздар майымыз ериді. Неке үстінен жылы сүтімізді құямыз, қантымызды салып араластырамыз. Және де үстіне 1 шай қасық ашытқымызды саламыз. Неке барлығын жақсылап араластырып, үстінен сұйық майымызды құйып, шым-шым тұзымызды саламыз. Жақсылап араластырып, өлшенген ұнымызды саламыз. Неке барлық ұнымызды осылай толықтай салып, араластырып, қолымызбен біріктіріп елейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болады. Видеоның төмен жағында көрсетілген көлем мөлшер бойынша жасасаңыздар, әрі ингредиентті. Қамырымыз осындай өте жұмсақ, қолға жабыспайтын болып еленеді. Неке қамырымызды елеп алдық, енді бұны 40 минутқа жылы жерге ашытуға қоямыз. Неке біз қамырымыз ашығанша біз салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керегі кез келген мейіз жақсылап жуылған болу керек, және де 3 алма, және де өлшенген қант. Керек заттардың көлемі, мөлшері видеоның төмен жағында жазылған, сол бойынша жасаймыз. Неке алмамыздың сыртын жақсылап аршып, 4 бұрышта осылай тураймыз. Үстіне қантты салып, және қызып тұрған табаға қантын ерітіп, және алмамыздан өзі суы бөлінеді. Сол суы бөлініп, қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз осылай. Неке біраз қуырылғаннан кейін осындай қантымыз ериді, және де алмамыздан суы бөлінеді. Осы суы қоюланып тартылғанша қуырамыз. Неке үстіне мейізімізді салып араластырамыз. Неке біздің салмамыз дайын болды. Енді ыдысымызға салып суытамыз. Неке біздің қамырымызды ашыды, мінеке жақсылап көтерілді. Қатты ашып көтеріліп кетудің қажеті жоқ, осылай орташа көлемде ашуы керек. Неке енді тоқашымыздың формаларын жасауға көшеміз. Осылай қолымызбен ұнымызды бір басып аламыз да, осындай ұзыншақтап 4 бөлікке бөлеміз. Қамырымыз өте жұмсақ, қолға жабыспайды. Неке ұзыншақтап келтіріп, осыны ары қарай кішкентай бөліктерге бөлеміз. Осылай кішкентай бөліктерге бөліп аламыз, дайындап. Енді осыны оқтаумен жазамыз. Қатты қалың болудың, жұқа болудың қажеті жоқ. Неке бауырсақтың көлемінен сәл үлкендеу ыдыспен осылай дөңгелектеп кесіп алдық. Неке енді шеткі бөлігін осылай қолымызбен ысқылау арқылы біркелкі формаға келтіреміз да, өз-өзіне осылай иіреміз. Неке мұқият қарап алыңыздар. Неке негізінен біздің тоқашымыздың формасы дайын болды. Осылай барлық тоқаштарымызды жасап дайындап аламыз. Неке видеоға мұқият қарасаңыздар, жасалу жолы өте оңай. Қамырымыз жұмсақ болғандықтан арасы ашылып кетпейді. Неке біздің салмамызды әбден суыды.
Енді арасына осылай салмамызды саламыз. Және де тағы да қайталап өтейін, мына жерде салмамыз өте сулы болмауы керек. Суы тартылғанша қайнатуымыз керек. Егер суы болатын болса, бөлек алып тастаймыз. Осылай беткі құрғақ бөлігін осылай ортасына салып шығамыз. Енді шеткі бөліктеріне жұмыртқамызды жағып, осылай пеште 15-20 минутқа пісіреміз. Қызып тұрған пеште 200 градуста піседі. Мінекей достар, біздің алма мен мейіз қосылған ерекше дәмді тәтті тоқаштарымыз дайын. Қонақтарыңыз бен жақындарыңыздың көңілінен шығатыны сөзсіз, сондықтан үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, арнама жазылып алуды ұмытпаңыздар.